Бастау Маңғыстау облыстық бастауыш сынып мұғалімдерінің қауымдастығы ұсынады. Назарларыңызға Қосжанова Тұрсынгүл Төлепқызының қазақ тілі пәнінен сөздерге код қою арқылы білім алушылардың білім білік дағдыларын зерделеу тәжірибесін ұсынамыз. Бірінші сұрақ: сөздерге код қою не үшін қажет? Сөздерге код қою немесе шартты белгілермен жұмыс жасау уақытты тиімді қолдану үшін, білім алушылардың өз бетімен жұмысын дамыту үшін, сондай-ақ оқыту үдерісінде сөзден гөрі іске көшуді жолға қою үшін қажет. Екінші сұрақ: сөздерге код қою қалай жүргізіледі? Білім алушыны оңайдан күрделіге қарай жетелеу арқылы жүргізіледі. Оны біз сіздерге нақты мысалдар арқылы көрсететін боламыз. Қауын-қарбыз сөздерін буынға бөліңдер деген тапсырманы бала ұғымына сай етіп қалай қызықты ұйымдастыруға болады? Сәл ойланып көрейікші. Жоғарыда тапсырма стандартты түрде берілген, ал төменде код арқылы берілген. Яғни білім алушы жеке сөздерді буынға бөлу үшін 0 белгісі бар сөздерді таңдайды. Сөздерді білім алушыларға жеке күйінде де ұсынуға болады, сондай-ақ сөйлемнің ішінен қажетті сөздерді таңдап ұсынуға да болады. Мұғалім білім алушыларға ең алдымен 0 коды туралы түсінік береді. Одан кейін осы 0 кодымен, яғни шартты белгісімен қалай жұмыс жасау керектігін түсіндіреді. Мен сіздерге 3 түрлі нұсқасын ұсынып тұрмын. 3 нұсқасы да сөзде дауысты дыбыс қанша болса, буында сонша болады деген ережеге сүйеніліп құрастырылған. Ішінен бір нұсқасын таңдауыңызға да болады. Сондай-ақ 0 кодын жеке сөздерге ғана емес, сөйлемге де қолдануға болады. Ол үшін сөйлемнің бірінші сөзінің алдына 0 белгісін салсаңыз болғаны. Білім алушыларыңыздың буын туралы білімін одан әрі тереңдете түскіңіз келсе, буын түрлерін геометриялық фигуралармен белгілеп алыңыз. Білім алушыларыңыз сіз ұсынған шартты белгілермен жұмыс жасай отырып, сөйлемдегі сөздердің ішінен қанша ашық буын, қанша тұйық буын, қанша бітеу буын бар екенін көрсетіп бере алады. Үшінші сұрақ: сөздерді буынға бөлуді меңгеру не үшін қажет? Сөздерді буынға дұрыс бөлу, буында оқуға жаттығу үшін қажет. Сондай-ақ сөздерді қатесіз тасымалдауды меңгертуде өте тиімді. Сөзге қойылатын басқа да кодтар туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.